Әрбір қызын күйеуге шықпай тұрып өз үйі болу керек. Әкесі, ағасы немесе өзі тыныштық, сенімділік сыйлайтын жыл ұясын алып қою дұрыс деп ойлаймын. Себебі қыз бала ата-анасының үйінде жүрсе қонақ, күйеуге шықпаса енді өз орнын тап деп тиісе береді. Ал тұрмысқа шықса шыда, әйел адам бәріне төзімді болу керек дейді. Отбасылық өмірде әртүрлі сынақ болса да қыздар қайда барарын білмей жәудіреп қалады. Баратын жерім жоқ қой деп көп нәрсеге шыдап жүре береді. Тіпті қазір ұрып-соғу, психологиялық қысым дегендер көбейіп кетті ғой. Мен де квартирадан шаршап өз үйімді алуды мақсат қылдым. 23 жасымда Алматыдан ипотекасыз өз еңбегіммен 2 бөлмеде үй алып бұйырды. Қол қойып тұрған сәттегі сезімді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Кеше үйдің документтеріне қол қойып келдім. Үйге ақша салу деген бөлек сезім екен. Тезірек бітіріп тастағым келіп тұрады. Бірақ бұның бәрі бір күнде бола салған жоқ. Блог дамыту ең дұрыс шешім болған екен. Кішкентай телефоннан басталған жұмыс маған табыс, саяхат мүмкіндік алып келді. Бұрын армандаған өмірім қазір шындығыма айналды. Иә, қиындықтар да бар. Кейде жасырын өмір сүргім келіп кетеді. Адамдар әртүрлі хит жазады. Тоқтай салғым келеді. Бірақ сенім, арман, мақсат және мен де істей аламын ғой деген ой мені шабыттандырады. Түсінгенім, кішкентай әрекеттен бастасаң, үлкен армандарың орындалады. Біреу 18 жасында алады, ал біреу 25-те, енді біреу 40 жасында өз үйін алады. Бірақ маңыздысы уақыт емес, қабылдаған шешімде. Егер сен де жеке блог арқылы табысқа шығамын, өз үйімді аламын дейтін болсаң, мен саған арнайы сабақ дайындап қойдым. Сабақта сізге жеке блогты қалай дамытуды, ақша табу жолдарымен бөлістім. Оны көру үшін комментарийге сабақ деп жазыңыз. Ал осы видеоны үй алып берсін деген жақыныңа жіберіп қой.